Ерлігі ұрпаққа үлгі, батырлық тек ат ойлап, атқа мініп, шауға шабу емес. Күнделікті өмірде де баршамыздың көз алдымызда жүріп ақ көмек сұрағандарға жанын беруге даяр жандар арамызда жүр. Есенсіз бе көрермен, эфирде сақшымен сырласу бағдарламасы. Бүгін біздің сұрақтарымызға полиция қызметінде жүріп жасаған ерліктердің ерлік емес, менің міндетім деген ұстанымды ұстанып жүрген тәртіп сақшысы Тәжекенов Ораз Рамазанұлы. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Осы сұхбат алдында сіз туралы ғаламтор беттерінен біраз қызықты жайттарға куә болдық. Мәселен, 7 жыл бұрын осыдан қала сыртында жол бойында толға қысқан әйелді байқап, дереу ауруханаға жеткізген екенсіз. Әңгімемізге арқау болсын, осы оқиғадан бастасақ. Әрине, ондай жағдай орын алды. Осыдан 7 жыл бұрын Атырауда Сыр тас жолында жүкті әйел адам көмек сұрап, дереу облыстық перзентханаға жеткізуін сұрады. Сол кезде Атырау қаласының аумағында жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатырған. Арнайы автокөлігімізбен ілестіру арқылы облыстық перзентханаға жеткіздік. Сол кезде көп ұзамай жаңағы әйел жақсы босанып, жеңілденіп, яғни содан 10 жылда күткен ұлдар екен. Бұл әкесі мен анасы сол баланың есімін Ораз деп мен атыма берген болатын. Мен үшін енді бұл үлкен мәртебе, мен қуаныштымын. Қазіргі уақытта да ол жанұямен жақсы араласып тұрамыз. Жанұямызбен телефон соғып, қал жағдайын біліп тұрамыз. Ол жігіт Ораз есімді аттасым қазіргі кезде 7 жасқа келіпті. Керемет оқиға, жауабыңызға көп рахмет. Сіз қазір учаскелік полиция инспекторсыз. Бұған дейін патрульдік полиция батальонының қатарында болдыңыз. Ол кезде де бақ беттеріне, әлеуметтік желілерге жиі таралып танылдыңыз. Есімізде сіздің жанар жағармай құю бекетінде жанып жатқан көлікті өрттен сөндірген видеоңыз желілерде әлі жүр. Осы оқиғаны жақындарыңыз қалай қабылдады? Әрине, қызмет барысында бұнда осындай жағдайда орын алған болатын. Сол кезде қызметте жүріп, мана жанар жағармай бекетінде жанып өртеніп жатқан автокөлікті байқадық. Сол кезде арнайы автокөліктің артында арнайы құралдар, өрт сөндіргіш құралдары болғандықтан, сонымен ойланбастан өшіруге тура келді. Себебі біріншіден автокөліктің жүргізушісінің өміріне қауіп төніп тұрды, екіншіден жанар жағармай бекетіне де қауіп төнген болатын сол кезде. Сол себепті ойланбастан өрттің алдын алуға тура келді. Әрине, жұмысқа кеткеннен үйге қайтып оралғанға дейін ата-анам, өзімнің бауырларым, жанұям жандары ашиды, уайымдайды. Дегенмен осы жұмысымды бағалайды олар және қолдау көрсетеді. Жалпы полиция қызметіне қалай келдіңіз? Бұл сіздің бала күнгі арманыңыз болды ма? Дәл таптыңыз. Ол менің бала күнімнен арманым болатын. Себебі сырт көзге қарағанда полиция қызметкерлері сондай бір салмақты, жауапкершілікпен қарайтын адамдар сияқты болып көрінді бала кезімде. Ораз аға кімді үлгі тұтады? Үлгі тұтатын адам менің әкем. Себебі бала күнімнен әкем маған қандай да жағдай болмасын ақылмен шешуге, үлкендерге сыпайылық танытуға, кішілерге қамқор болуға үйреткен сол кісі. Осы сұрағыңызға үлгі тұтатын адам деп, әкем деп жауап бере аламын. Өте керемет жауап. Әрине, сізден бос уақытыңызда не істейсіз деп сұрау күлкілі болуы мүмкін. Дегенмен сондай сәттеріңізде немен айналысасыз? Өздеріңіз білгендей, бізде демалыс уақыты көп жоқ. Себебі біз халықпен тығыз қарым-қатынаста болуымыз керек, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуіміз керек. Сол себепті босай салысымен мен жанұяма уақыт бөлемін. Сіз ең алғаш полиция қатарына 2009 жылы қабылданған екенсіз. Арада 13 жыл өтті. 13 жыл ішінде бірнеше адамдардың өміріне араша түскеніңізді де көріп отырмыз. Соңғы 2 жылдың ішінде бірнеше көпірден секірмекші болған адамдарды құтқарып қалдыңыз. Осы оқиғалар туралы айта кетсек. Әрине,
жұмыс барысында ондай жағдайды да бастан өткердік. Орталық көпірден секірмекші болған бойжеткен қызды сол сәтте Атырау қаласының тұрғындарымен бірлесіп райынан қайтарып құтқарып қалған кезіміз болды. Сонымен қатар есімде болса 38 жасар азамат Балқыш көпірінен секірмекші болған. Сол кезде де әріптестермен бірлесіп ол кісіні де райынан қайтарып құтқарып қалған болатынбыз. Шын мәнінде бұл үлкен ерлік. Жалпы сіздің өмірдегі ұстанымыңыз қандай? Ерлік деп жатырсыз ғой, бірақ мен бұны ерлік деп санамаймын. Себебі бұл мен тікелей міндетім. Сол себепті мен полиция қызметкері болып жұмыс жасап жатырмын. Ұстанымға келетін болсақ, ол менің ұстанымым халыққа адал қызмет ету. Жауабыңызға көп рахмет. Салиқалы сұхбатыңызға алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт тәмам. Назарларыңызға рахмет.